Қиналып жүрген адамға 7 кеңес. Әр қиыншылық саған бір сабақ үйретеді. Осылайша сен мықтырақ боласың. Кейде жақсы затты жоғалтқаннан кейін, артынан одан да жақсы зат күтіп тұрады. Барлығы уақытша. Қазіргі қиыншылығың да бітеді. Сен оны да жеңіп шығасың. Сен маңыздысың. Оны сезбесең де, осыны естен шығарма. Сен әлемге керексің. Өзіңе қамқор бол. Денең мен эмоциялық денсаулығыңды қорға. Сен өзің ойлағаннан да күштірексің. Алла әр нәрсенің мөлшерін белгілеп қойған. Бұл өмірде барлық нәрсе өлшеулі. Тіпті сенің қиыншылықтарының да мөлшері бар. Үнемі басыңда тұра бермейді. Бір кезде ол да кетеді. Тек үмітіңді үзбе. Саған бұйырған нәрсе сенің әлсіздігіңе қарамай алдыңа келеді. Ал бұйырмаған нәрсе мықтылығыңа қарамай сені айналып өтеді. Шынында біз тәкаппармыз. Кінәлі болсақ кешірім сұрамаймыз. Сағынсақ хабарласпаймыз. Көргіміз келсе қарамаймыз, қорықсақ мойындамаймыз. Бұл жақсы қасиет емес. Жақсы адам ашық сөйлейді. Сөз тамырын қазып сөйлейді. Жаман адам сасып сөйлейді. Өзгелерді басып сөйлейді. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адамды тапқың келсе, жақсы сөйле, жақсылық жаса. Бақыт деген бастың амандығы, бауырдың бүтіндігі. 5 күн тірлікте басқасы уақытша екенін біле жүріңіз. Мынау пәни жалғанда мінсіз адам болмайды. Бұл дүниедегі періштелер, сәбилер. Айыбың мен мініңді өзің түсінсең, санасыз болмағаның. Өзіңе әр қашан жақсы қара. Сен өзіңе қалай қарасаң, әлем де саған солай қарайды. Адамдарға жақсылық жасасаң, олардан жауап күтпе. Жақсылықты тек өзің үшін жасау керек. Қиындықтарды қабылдау, оларды жеңу жолындағы үлкен қадам. Санаңды сабырлыққа үйрет. Ол сені талай жамандықтан құтқарады. Ақылы жоқ басқа адырайған көз бітеді. Дуасы жоқ ауызға судыраған сөз бітеді. Қандай жағдайда да еңсеңді биік ұстау, жарқырау сенің өзіңе деген сыйластығың. Ешқашан өзіңді көзге, сөзге беріп қойма. Өзгелер сені жыққысы келсе де, ең әуелі өзіңді құлатпа. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз. Әйелдің мықтымын деп көрсететін бейнесі сыртта ғана. Мықтылықтың арғы жағында үлбіреген гүлден де нәзік жан дүниесі бар. Мықтылықтың арғы жағында ешкімге көрсетпей, нөсердей жауа кететін көзінің жасы бар. Мықтылықтың арғы жағында көңілі жетімсіреп, тірек таппағанда өзін өзі қамшылайтын сырлы күші бар. Әйелдің 40 жамаулы жаны бар. Біреуге жұмбақ, біреуге ашық сандық секілді. Әйел жанын әйелдің өзі де түсіне бермейтін жұмбақ әлем. Адамдардың арасында жоғалып бара жатқан 2 нәрсе бар. Біріншісі адамгершілік, екіншісі мейірімділік. Өткенге оралуға болмайтынын білсек те, кейде сол күндерді жымиып еске аламыз. Себебі ең қымбат адамдарымыз, ең қымбат күндеріміз сол өткен шақта қалып қойған еді. Өміріңді өзгерту үшін бүкіл әлемді өзгертудің қажеті жоқ. Алла бүкіл нәрсені адамның ниетіне береді. Сүріп жатқан өмірің сол сенің ниетің. Жүрегіңдегі ниетті түзесең, өмірің түзеледі. Тойымсыз адам жегеніңді сөз етеді. Көңілсіз адам дегеніңді сөз етеді. Түгі жоқ адам бергенді сөз етеді. Тексіз адам кеткенді сөз қылады. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Адамдар ешқашан өзгермейді. Тек оларды жақсы тани түсесің. Шын бет бейнесін көре түсесің де, ары қарай таң қалып өмір сүре бересің.
Өмірде осындай адамдар бар. Олар сенің иығыңнан сипап тұрып, артыңнан кір қолдарын сүртіп кетеді. Күншілдік өзгенің мықтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді түсінуден туған құбылыс. Сынаққа түсіп сүрініп құлау сағыңның сынған емес, сабақ алып қайта тұруға берілген мүмкіндіктер. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны, адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасағанда басынғаны. Балаларыңызды байлыққа емес, бақытты болуға үйретіңіз. Сонда өскенде дүниенің құнын емес, құндылығын білетін болады. Өткенге қарасаң көз талады екен, жастығың үнсіз артта қалады екен. Көңілің жас болғанмен жүзің кәрі, уақыт өз өрнегін салады екен. Қартаю бұл Алланың бұйрығы ғой, сақтасын тек кесірден, ала бөтен. Өткен іске өкінбеу керек. Өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай, алға қарай ұмтылып, өмір сүріп келе жатқандығымыз. Жақсы адам болып көрінуге тырыспа, жай ғана жақсы адам бол. Адам ай секілді, айдың да ешкімге көрсетпейтін қараңғы жағы бар. Ешкім кілті жоқ құлып жасамайды. Сол сияқты өмірде де барлығының шешімі бар. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.